Қандай бизнесте болмасын, елдің бәрі қырып тастадым, бүйттім, сөйттім деп тек жетістігін айтады. Мен осы жолы сіздерге бизнестегі қателіктермен бөлісем деп тұрмын. Ассалаумағалейкум, малшы қауым. Мен сіздермен мал баққандағы өзімнің тәжірибеммен сәл де болса бөліссем деп тұрмын. Менің ең бірінші қателігім жем-шөп дұрыс есептемеу болды. Бірақ жаңылмайтын жағы жоқ, сүрінбейтін тұяғы жоқ. Жалпы қателеспейтін адам болмайды. Қателіктер бізге үлкен өмірде тәжірибе болады. Мал бақ бастадық, малға қызығып ала беріппіз. Соңында жем-шөпке азық шақып алды, үнемдедік. Жарайды, елдің малы да далада қар теуіп шығып жатыр деп біз де малды жіберіп қойдық еркімен. Ішкеріп жіңішкенің үзілер шағында қойдың жүнінен де байқалмай қалады екен. Оның үстіне тәжірибеміз де аз. Сөйтіп біраз көтерем болып өлді. Кейін қоз тастады, шығын болды. Қарап тұрсаңыз, сіздің 10 бас қозыңыз өліп қалса, күздің күні 500 мың теңге, 500 мыңға 50 рулон опынға келеді да. Сол жағын жалпы есептеп үйреніңіздер. Мысалға, береген қолым алаған деген тағы бар қазақта. Қанша бересің малыңа, сонша екі есе артығымен береді. Сіздің малыңыз қыстай бір уақыт шөп жейтін болса, бір шетінен күйлі болады, екінші жағынан төлді де жақсы аласыз, үшінші жағынан батпаққа батпайды, болмаса көтерем болып құламайды, шығын емес. Бір көтересің, екі көтересің, үшіншісінде уже желанияң да болмайды, белің ауырады біріншіден, екіншіден уақытыңа, жұмысыңа кедергі, соңында малыңа жының ұстап, давлениең де көтеріліп кетуі мүмкін. Сол үшін көп қателік жібермеуге тырысыңыздар. Бұл менің бірінші қателігім. Енді сіздермен мал баққандағы 9 қателігіммен бөлісетін боламын. Ұмытпай тіркеліп қойыңыздар, қолдап отырыңыздар.